Сәлем достар, қайырлы таң. Бүгін Қытайдағы 4-ші күнім, Құлжадағы. Қалдарыңыз қалай? Мен жаңалық. Мен сағат кеше түнгі 3-те әрең ұйықтап, бүгін 11-те тұрдым, бет қолым жудым. Бүгін сіздерге өзімнің күнделікті бет әрлеуімді көрсетем, және де лайфхактарымен бөлісем. Кеттік. Міне достар, бізде қар жауып жатыр. Тамаша. Қазір оянып болғасын кішкене серуендеп көрем. Достар, бірінші боянбас бұрын мен өзімен бірге мынандай бетке арналған маска келген болатын, страубери құлпынайдың иісімен. Соны пайдаланайық. Осындай әдемі ғана қыздың суреті тұр. Осындай маскалар ұнайды маған, қыздың суреті тұрған. Одан кейін бетті ылғалдандырып алған соң барып боянамыз. Көбісі менен тиктоктан сұрайды: "Тәте, бояуыңызды көрсетіңізші, қандай опа-далаптар қолданасыз?" депші. Сол мына осы видеоны көріңіздер, менің жанкүйерлеріме, көрермендеріме, және де жалпы бояуды үйренгісі келіп жүрген адамдар болса, көре беріңіздер. Қазір бұл маска кепкенше мен бет жаттығу жасай тұрам. Өйткені кәдімгі денеге арналған жаттығулар. Біраз болды жасамағалы. Бісміллә. Ал достар, масканы жасадым. Мен шамамен 10 минуттай тұрады. Оған дейін жаттығулар жасайық. Дене кішкене шынықсын. Әйтпесе мен көп жүремді серуендеп, бірақ жаттығу да керек. Мына иық мойындар қозғалу үшін, ауырмас үшін біз көбінесе соткаға қарап отырамыз ғой. Осы жаттығулар жасау керек. Таңертең су ішу керек міндетті түрде. Сол мен мынаны жақсы көрем, моншада болсын, үйде болсын жаттығу жасағанда. Кішкене мына омыртқаның буындары кішкене ашылады да, жақсы солған. Ғырт етіп жатыр, сіздерге естіліп жатыр ма? Маған жаман естіліп жатыр. Маған ең ұнайтын осы жаттығу. Санға арналған, ішке арналған. Мен сандарым томпақ қой. Ал достар, болды. Бетім жап-жақсы болып қалды. Маскамды шештім. Енді менде кәдімгі бетке арналған кремді жағып жібереміз. Ол бір. Екіншіден, сіздерде мынандай спонж, негізі осы спонжбен ыңғайлырақ. Осы спонжды сығамыз. Одан кейін үйде бар сүлгіге 1-2 былай қысып аламыз. Өйткені ішіндегі су мүмкін болғанша алынуы керек. Мен бояуды бастаған кезде бәрін бірден істеп тастағанды жақсы көремін. Ол яғни мынандай таяқшалар бар ғой, құлақ тазалайтын, мұрын тазалайтын, осы таяқшалармен көздегі бұлшықтарды алып тастаймыз. Ол бір, мен уже алып тастадым. Екіншіден, ерінді ылғалдандырып аламыз. Себебі ерін құрғап кете береді, Болды. Енді макияждың соңына қарай ерінді сүртіп тастаймыз да, гигиеналық талапты. Одан кейін барып бояна береміз. Ал достар, менің қолданатын тональды кремді көрсетейін. Ол осындай BB ұлудың суреті бар крем, Бергамо аты. Осыны ашамыз, кішкене жағамыз, болды. Мен көп нетпеймін. Андай бұрында мен ең бояуды бастаған кезде, студент кезде, жалпы осы 2 жыл бұрын, шамамен 2 жыл бұрынға дейін мен андай матовый, қатты, үлкен көрсететін андай сондай кремдарды жағатынмын да. Ал қазір осы BB, CC'ді алғым келіп жүр. Бірақ CC BB'дан да жұқарақ сияқты. Осылай көздің астына, үстіне, маңдайға бүкіл жерге жағып шығамыз. Тональды кремді жағып біткеннен кейін консилер жағамыз. Менде консилер 95-ші нөмірдегі L'Oreal'дікі. Maybelline'дікі. Maybelline'ді жағам, өйткені Maybelline бір жағынан қымбат. Енді бағасы арзан емес, бірақ өте жақсы. Бұл консилердің үстіне тейндар өте жақсы тұрады. Өте жақсы. Мен бұрында ашық, неше түрлі қызыл, жасыл, сары тейндар жаққан кезде, осы Maybelline'нің консилердің үстіне жаққан кезде бірден сол түс тұрып қалатын. Солай, консилерді қалай жағамыз? Ашамыз, бұрап аламыз. Қатты үлкен көрсетпес үшін макияжды дұрыстап жаға білу керек қой. Көздің мына басына былай жағып қоямыз. Мен мұрныма кішкене былай жағам, ұзын қылып. Сосын көздің шеттеріне осылай жағып қоямыз. Болды. Өздеріңізге енді қай жеріңіз кішкене андай қараңғылау болып тұрған сияқты болса, сол жерге жаға береміз. Ал тональды крем жағып болдым. Одан кейін бірден бетке опаны жағып тастаймыз. Опа менде мынандай. Яғни опа, осындай. Так, опаға мен арнайы кесочка сатып алғам.
Ол келді ғаламтордан. Осылай бетімізге тігел. Жағып тастаймыз көзіміздің үстіне, көзіміздің астына, мұрынның жандарына, мойынға міндетті түрде. Бетіміз жылтырап тұрмау керек. Қазір осының үстінен контуринг жақсы нету керек. Бұйырса. Жату керек. Келесі кезек скульптор контуринг, яғни беттің шеттеріне өздеріңіз қалған жерлерге жағып аласыз. Мен бүгін қара тен жаққым келмей тұр. Онсыз да 3 күн қатарынан қара тен жақтым. Бүгін осы контурингті көзіме жаға салайын деп тұрмын. Ең бірінші ашығын аламыз. Құлақтың шетінен бастап мұрынға қарай созамыз. Үстіңгі жақты да қосып алсақ болады. Осылай. Тағы да аламыз екінші жаққа, құлақтан бастаймыз, жоғары жақтан мұрынға қарай. Осындай қимылдармен сіз нетеміз, жағамыз. Бұдан кейін байқадыңыздар ма, мынандай тағы қаралау тұр ғой, оны да кішкене алып, мына шет жақтарға жақсақ болады. Бетіміз әдемі күшті болып көрініп тұрсын. Сосын жаңағы тен дедім ғой, теннің орнына қолдана саламын бүгін. Осылай жағамыз. Осындай пышный кисточкалар алсаңыздар күшті болады. Так. Сол, достар, қанша ең керек заттарды арқа қоржыма әкелсем де, арқа қоржым лық толы болып тұрды, лық толы. Ал достар, енді ернімізді жаңа гигиеналық талап сүртіп тастаймыз. Ерніміз жұмсақ, сүйкімді болып қалды. Енді кезек тушта, сүрме. Көзді сүрмелеп бояған кезінде қазақтың зал, сол үшін де туштың қағашасы сүрме. Осы сүрмемен бояп қоямыз. Мен қанша күн қатарынан кірпік жабыстырдым. Бояндым, сол үшін де осылай кешке қарай теледидар көріп отырып, бетіме тыным беріп қоям. Макияждың бәрін өшіріп. Кішкене жағамыз, егер кірпік жабыстыратын болсаңыздар, бірінші осылай кірпіктің өзін бояп аламыз. Так, енді екінші көз. Мен боянуды мектеп кезде бастадым, бірақ мектепте боянып жүрген жоқпын. Мектептен келген соң үйде ақырындап, үйде бар қарындаштармен стрелка сызып үйреніп сөйтіп бастағам. Сіздер қанша жастарыңызда бастадыңыздар боянуды? Одан кейін ерін, бүгін сіздерге жеңіл макияжды көрсетіп жатырмын. Мынандай далап, Vivienne сабонікі. Осыны жағамыз. Ернім кішкене қанап кетті. Ернім жұқа мен. Осылай, достар, макияжым қалай? Бағалап жіберіңіздер. Жеңіл ғана макияж күнделікті. Сіздермен бірге болған тұмар қаншайым. Барлықтарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.